Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көрмей тұрып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біздер грузин асханасының тағамы жаңғақ начинкасымен оралған баклажан дайындайтын боламыз. Ол үшін біздерге баклажан, кинза, сарымсақ және грек жаңғағы қажет болады. Алдымен баклажанымызды дайындап аламыз. Баклажанды видеода көрсетілгендей жіңішкелеп, ұзынша етіп тураймыз. Баклажанымызды турап болған соң, начинкамызды дайындаймыз. Грек жаңғағын саламыз. Одан кейін сарымсақты уақтап турап, оны да блендерге саламыз. Ендігі кезекте кинзаны дайындаймыз. Кинзаны уақтап турап, оны да блендерге саламыз. Аздап тұз саламыз және хмели сунели приправасын саламыз да блендерімізді айналдырамыз. Барлығын блендермен жақсылап уақтағаннан кейін су құямыз. Мына жерде видеоға түспей қалған екен. Су құйып тағы да араластырамыз. Сол кезде қоймалжың масса болады. Енді жұқалап туралған баклажандарымызды өсімдік майында қуырамыз. Қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған баклажандардың ортасына дайын болған начинкамызды жағып, әдемілеп ораймыз. Дәл осылай барлық баклажандарды орап шығамыз. Дайын болған орамаларымызды тарелкаға әдемілеп саламыз. Дайын орамаларды мен терияки соусымен әдеміледім. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша әдемілесеңіздер болады. Орамаларымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де дәл осындай оңай жолмен жасалатын грек жаңғағы начинкасымен баклажан орамасын дайындап көріңіздер. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.